Ассалаумағалейкум ардақтыларым, қалдарыңыз қалай? Сонымен келесі кезекті кітабым сіздер үшін «Богатый папа, бедный папа». Бұл кітапты, кстати, мен 2009 жылы сатып алғам, екінші курс студент болып жүрген кезде. Содан бері менің библиотекамда бар кітаптардың бірі. Бұл кітап жалпы кімге арналған? Егер де сіз CTO маркетингта жүрсеңіз, точно сізге арналған. Немесе жалпы финансы жайлы білгіңіз келсе, немесе қаржылық сауаттылығыңызды арттырғыңыз келсе, явно кітап сізге арналған. Бұл кітап туралы көп прикол ұстайды. КВНда, Жаншырда, тағы да сондай юмористический бағдарламаларда. Но в целом, егер де сіз бизнес саласында жүрсеңіз, настоятельно советую. Сонымен кішкене кітаптың тарихы жайлы айта кетсек, бұл кітапта богатый деген ол өзінің емес папасы, то есть біреудің папасын богатый дейді, ал өзінің папасын бедный деп атайды. Неге деп қарайтын болсақ, бұл ақшада емес, ойлауындағы әңгіме барлығы. Себебі өзінің папасы өте бай адам, профессор, білімді адам болады, ал жәнегі богатый деп отырған папасы ол өте қарапайым семьядан шыққан, 8 класстық білімі бар адам болады. Бірақ өмірінің аяғында богатый папасы өте бай, недвижимосттардың Гавайидағы королі болады, балаларына көптеген байлық қалдырып кетеді, ал бедный папасы, который профессор, білімі бар, мекеменің басшысы, қарыздан басқа түкке қалдырмайды. Бұл әңгіме осы жайлы болмақ. Сонымен инсайттар. Алған инсайдым ол жәнегі білім жайлы. Білімді әрдайым алып жүру керек. Егерде сіз әлемнің байларының қатарында болмасаңыз, осы білімді сізге біреу жанұядан подарок ететін, тогда осы кітапты оқуға кеңес беремін. Ал егерде сізде мен сияқты қарапайым жанұядан шыққан болсаңыз, қарапайым жанұядан шықсаңыз, мен сияқты, себебі дәл менде де осындай бір бизнес ашайын деген кезде қолдау, қоштау күтпеген болатын, айтатын барлығы. Енді әдейі емес қой, конечно, неге нормальный жұмысқа кірмейсің, неге бизнес емес, дұрыс нәрсемен айналыспайсың, жүре бересің бе алып сатып, жүре бересің бе, не знаю, сабақ беріп, зачем оның барлығы саған деп айтатын. Айналып келген кезде осы кітапты оқығаннан кейін мен 1 жылдан кейін, получается, кафе аштым, мороженое саттым, тендермен айналыса бастадым студент кезде и қосымша табыс көздерін іздей бастаған болатын. Бұл кітап жалпы бизнес әлеміне келуге действительно себепкер болған кітаптардың бірі. То есть айтайын деп отырған, білім алу ешқашан кеш емес, білімді алыңыз. Бұл менің алғашқы инсайдым. Екінші алған инсайд бұл қаржылай сауаттылықтың әңгімесі. Кстати, мен өзім финансистпін, 2 алған образованиеда финансы жайлы. Бірақ дегенмен де актив-пассив деген нәрсені бухгалтерияда оқытқан болатын, бірақ мынандай форматта емес. Осы 2 образование финансы деп айттым ғой, сол жерде именно осындай білім бермеген болатын. Актив дегеніміз не, пассив дегеніміз не деген. Актив деген именно бизнесовый тілмен түсіндірейін мен сізге. Актив деген, егер сіз бір недвижимость сатып алып арендаға берсеңіз, сол актив. Мобилограф үшін актив ол мына телефон, потому что бұмен ақша табады. Ал біз просто звондаймыз, біз үшін ешқандай актив емес. Актив ол сіз қымбат машина сатып алсаңыз, ол пассив болуы мүмкін себепті, ол сізге ешқандай ақша алып келмейді. Ал таксист үшін бұл актив, себебі ол онымен таксовать етіп ақша табады. Егер де сіз, не знаю, бір свет сатып алсаңыз, мына түсіріп атқан, маған қазір түсіріп атқан, бұл мен үшін актив, себебі мен бұмен контент түсіру арқылы ақша табамын. Егер де бір жай суретші болсаңыз, бұл сіз үшін пассив. Сонымен актив-пассив не екенін түсініп атсаңыздар, түсінбесеңіздер, мынандай бір крылатый выражение: богатые всегда богатеют, а бедные беднеют. Неге? Себебі біз қажет емес айфонды өзімізге сатып аламыз, бұл біз үшін пассив.
мобилограф үшін ғана бұл актив болады. Басқа актив болатын адамдар білмеймін. Или же бір светский вечеринкаларда жүретін, постоянно тусада жүретін, сізге бұл бренд болып столыңызда жатқаны сіздің статусыңыздың белгісі болатын болса, да, действительно сатып алу керек. Ал егер ол қажет болмаса, оны алудың қажеті жоқ. Сонымен богатые богатеют, бедные беднеют. Неге? Себебі байлар әрдайым актив алуға тырысады, ал кедейлер әрдайым пассив алуға тырысады. Құпияның барлығы небәрі осы жерде. Екінші инсайтым осы. Сонымен негізгі екі-ақ инсайт, қалғанның барлығы. Сонымен мен бұл кітапты сізге оқуға кеңес берем бе, әлде жоқ па? Однозначно, кеңес берем. Бизнесовый кітаптардың ішіндегі топовый кітаптардың бірі осы. Осыны оқыңыз, білім алыңыз и бай болыңыз. Егер де құрметті тыңдарман, сізге осы видео ұнаса, біреумен бөлісуді ұмытпаңыз, біреуге рекомендировать етуді ұмытпаңыз. Одан кейін, егер де пайдалы болса, подписываться етсіңіз. Егер де болашақта тағы да осындай видеолар мен шығарсын, осындай видеолар шығаршы деп комментарийға жазып кетіңіз. Себебі, пайдалы болмаса, менде бұндай видеолар түсіре бергім келмейді. Пайдалы болатын болса, пайдалы, бізге осындай видеолар керек деп астына комментарий жазып кетіңіз. Плюс қалдырыңыз, оттың суреті, жүректің суреті, бірнеме қалдырып кетіңіз. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау саламат болайық, бай болайық.